сәбізден корей салатын жасаймыз. Бізге керегі сәбіз, пияз керек. Бізге корейский заправка деген чим-чим деген керек. Сәбізді чоркадан өткіземіз. Құрметті достар, ақыштан кейін осылай етіп туралды. Пиязын турап бастаймыз. Пиязды осылай тураймыз. Яғни осындай формада тураймыз. Туралған пиязды майға қуырамыз, сарған жайғанша қуырамыз. Шамамен 1-2-3 минут чим-чимді салатқа саламыз. Сонда бір қоңырша келген, яғни бұл уксус. Уксустың иісі секілді чим-чимді салғаннан кейін қалауымыз бойынша араластыруға болады. Шамамен 3 минут, 4 минутта күтеміз. Пиязымыз сарғайды. Жеймендеп салып бастаймыз. Міне салдық. Араластырамыз. Дұрыстап араластырып болғаннан кейін, міне осындай қалауыңыз бойынша саласыздар. Жалпы кореялық салат дайын. Құрметті достар, біліп жүремге жазыламыз. Осы видеоның астында подписаться деген бар. Соны подписаться басып жазылыңыздар, және осы видеоға лайк басып қойыңыздар, және қандай тағам жасау керек екенін комментарияға жазып кетуіңіздеріңізге болады. Графен мастермен 10 жылға дейін қайраусыз кесесіз. Жабындының 3 түрі бар. Графен мастер ең үздік пышақ. Дизайны Япония болса, ал сапасы Швейцариянікі. Графен мастерді Япония мен Германияда кеңінен пайдаланады. Дәл қазір 50% скидкамен 5 пышақтың иесі болыңыз. Ол үшін осы видеоның астында көк сілтемеге басасыз, сайтта толықтай танысып, атыңыз бен телефон номеріңізді жазып кетесіз. Оператор сізге хабарласады.